тәу етер жалғыз кие. Бабаларымыздың ізгі жолымен келген құндылықты бағалау әрбір азаматтың парызы деп білемін. Оқ пен оттың ортасында тыныштық таппай ғұмыр кешіп жатқан талай елдің азаматын көргенде осындай бейбіт елде туғаныма шүкір етемін. Дүйсен Мөлдір Дүйсен қызы. Тәуелсіздік таңы арайлап атқан жылы өмірге келдім. Тәуелсіздіктің құрдасымын. Жоғарғы оқу орнында және магистратурада мемлекеттік грант негізінде білім алып, қалаған мамандықты меңгердім. Бүгінде ұстазбын. Ұстаз ол қай уақытта болсын ол ұстаз. Өз қалауымен, өз жүрегімен таңдаған мамандықты адал алып жүру бұл адамзат алдындағы үлкен жауапкершілік. Менің еңбегімнің жемісі мен жеңісі ол шәкірттерімнің жетістігі. Менің өзімнің жетістігіме келетін болсақ, мамандығыма байланысты былтырғы жылы қалалық жыл мұғалімі байқауынан 2-ші орынды иеленгенім, ал соңғы қуанған жағдайым, соңғы алған жетістігім Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына байланысты болған мұғалімдер арасындағы облыстық байқаудан 1-ші орынды иелендім. Кез келген ел өзінің болашағын жастармен байланыстырады. Жастарды ұлттың көшін алға сүретін локомотив ретінде таниды. Ал ел тәуелсіздігімен бірге дүниеге келіп, елдің дамуымен бірге өсу, ол өз алдына бөлек сезім, жөні бөлек жауапкершілік. Мен үшін тәуелсіздіктің құрдасы болу, жаңа мемлекетті бірге құру.